Сонымен менің әріптесім де келіп қалды. Келді, Ирина Харсал. Қараш, мен құр жүрмей қандай қыздар тауып алдым. Өте білімді, өте тапқыр, алғыр қыздарды. Келіңіздер, сөйлесіңіздер. Қонақтарымызға. Келіңіз. Жоғар шығыңыздар, жоғар шығамыз, ары қарай. Жоғар шығамыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Қалай жеттіңіздер? Қайырлы таң. Бәрі дұрыс па? Астана еліне келіп осындай бір Қазақстанның төріне жеткенімізге шынымен қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. Жансүйрік, үй сатып алғансың ба? Ирина, саған сыйлық алып келдім. Өзім сатып алдым осы сыйлықты. Бағана Муайтайға бардым, спортпен алыстым. Одан кейін бишілерді көрдім да, сол жерде көрме өтіп жатыр екен, керемет көрме. Сол жақтан осыны сатып алдым. Солай қанел, сатып алдым ғой, иә? Иә, ретімен келісіп жатыр. Қалжыңдайым әрине. Бұл экологиялық керемет үйді ойлап тапқан, міне алғыр оқушы сенің алдыңда отыр, және оқушымыз жетекшісі. Тамаша, ендеше бұл үймен де, біздің қонақтарымызбен де толығырақ танысқым келіп отыр. Құрметті телекөрермендер, біз таныстырып өтейік. Бүгін бізде қонақта небәрі 9 сынып оқитын Анель Анарова, міне экологиялық тұрғын үйдің нысанын ойлап тапқан, және Анельдің, яғни жетекшісі, Назарбаев зияткерлік мектебінің 9 сынып оқушысы Анель Анарова мен оқу мекемесінің баспасөз хатшысы Ырымгүл Асылбекқызы. Тағы да қош келдіңіздер деп көргенімізге өте қуаныштымыз. Иә, шынымен де осы біздің балалар, оқушылар таң қалдырудан шаршамайды. Сіздің осы ерекше үйіңіздің ерекшелігі неде? Біріншіден, бұл экологиялық жағынан таза материалды қолданған үй. Сонымен қатар, бұл үй баламалы энергияны қолдайды. Мысалы, күн энергиясын, жел энергиясын. Қазіргі уақытта Анель енді негізі балалардың бәрі демалыста. Сен демалмайсың ау деймін шамасы, Жоқ, демалам. Демаласың, е? Енді бұл үй маған қызықтырып отыр. Экологиялық таза үй деп атай беріп отырсың, е? Иә. Несімен экологиялық болмақшы? Жалпы түгелде түсіндіріп өтейікші, егерде осы үйді соғатын болсақ. Жансер, сабақты мен қалай оқығанын тексеруге болатын сияқты. Мынау менің ойымша бұл күн батареялары, е? Қуаттандырады бұл үйді. Яғни, құрметті көрермендер, мен қолыма алып көрсетейін. Көрсете ғой. Мынау бізде күн батареялар деп айтып отырсыздар, е? Қуаттандырғыштар. Бұл үйге қуат беретін, е? Ал мынау бетінде? Мына бетті көрсеткім келіп отыр көрермендерімізге. Жылыжай орналасқан. Жылыжай. Бұл үйдің жоғары жағында, яғни жылыжай. Яғни жалпы табиғи өзіміздің көкөністерімізді жейтін осындай тек қана тұрып қана емес, сонда өзінің өндіруіне болады, әбден болады. Яғни үйдің ішінен бетін арнайы пленкамен жаптыңыздар, мына жерін? Үстіңгі қабатында. Үстіңгі қабат, яғни күн түскен кезде өзі жылтатындай. Өзі жылтады. Сонымен жылыжайдың ішіне біз құрметті көрермендер барлық көкөністерді ексек, үйдің ішінде тұтынып отыра береміз. Енді екінші жағын көрсетейік. Енді көрермендерімізді үйге кіргізейік деп айтайықшы. Міне, осындай. Үй кәдімгідей табиғи материалдардан жасалған, ағаштан жасалған, және де екінші рет қалпына келтіретіндей жағдай болу үшін бұл яғни таза экологиялық материалдар. Барлық жиһазбен жабдықталған. Мына жерде кәдімгідей үйді жылытатын батареялардың өзі бар. Иә, жылытатын. Яғни бұл Қазақстанның біздің географиялық жағдайына арнайы жасалған үй, арнайы күн энергиясынан қуат алады, баламалы энергиядан. Бұл Экспо 2017 халықаралық көрмесіне орай жасалынып отыр. Яғни энергия үнемдеуді көздейді, баламалы энергия көздерін алу үшін жасалған. Енді бұл идея бастапқыда қалай келді? 30 мамырдан бастап біздің мектепте жазғы мектеп басталған. Сонда көптеген бағыттарда таңдады оқушылар өздері. Және мен эко-үй бағытын таңдадым. Осы курсты бізге шетелдік мұғалім Эрвин Шольц жүргізді. Ол бізге біріншіден теориялық жағынан бәрін түсіндірді, ал екіншіден біз практикалық тұрғыда эко-үй жасадық. Міне, макет дайын. Ары қарай қандай жоспар бар? Осындай үй салып көресіздер ме? Жоқ әлде бұл макетті ары қарай жетілдіріп тек қана көрмеге ұсынасыздар ма? Қандай жоспар бар? Біздің жоспарымызда бұл топтық жұмыс болды. Менің тобымда 6 адам болды, және біздің жоспарымызда осы макетті жақсарту және басқа көрмелерге апарып таныстыру. Қандай көрмелерге?
жаңағы көптеген Алдағы ең басты Иә. үлкен көрме, оны атап өтуіміз керек 2017 жылдың Иә, халықаралық экспо көрмесі. Экспо көрмесінде расымен де біз тақырыбымызда экология байланысты болашақ энергия. Сол үшін менің ойымша бұндай көрмедегі дәл осындай экологиялық үйлер үлкен сұранысқа ие болады деген сенімдемін. Тамаша болады әрине. Иә, Рынгүл ханым, жалпы оқушылардың қазіргі уақыттағы жыл сайын, тіпті күн сайын ойлап тауып жатқан дүниелер өте көп. Өте көп. Сіздер қолдау білдіресіздер. Шынымен де адамның біздің әрбір оқушының талантты, сондай дарынды оқушылар, солардың бойындағы талантын ашу, оны әрі қарай өрбіту, тереңдету осы мектебіміздің, жалпы ұстаздарымыздың ерен еңбегінің арқасы деп айта аламын. Себебі жазғы мектептің өзінде де бірнеше курстар өтті, яғни робототехникада оқушыларымыз роботтың қыр-сырын танып жатса, жаңағы экоүйде экологиялық, жаңағы баламалы энергия көздерін тауып жатты. Және де сабын жасау, сабын өндіру курсы болды. Онда өз қолдарымен табиғи сабынмен өндіру, одан кәсіпкерлік қабілеттерін дамыту, яғни оқушы өзі таңдаған өзінің қасиетін, бойындағы қасиетін көріп, сол бір үйірмеде өзін аша түседі. Одан әрі тұлғалық қасиеттерін болашақтағы, яғни мамандығына сай өзі жазылуы мүмкін. Яғни бұл жазғы мектепті пайдалы әрі маңызды мағыналы өткізу үшін жасалады. Бұл дегеніміз ең бастысы болашағымыз оқушыларымыздың осы барша қабілетті болу үшін, көшбасшы қасиеттері болу үшін жасалады. Негізі қазіргі оқушыларымыз өте талантты, мойындауымыз керек. Өйткені уақытта тапшы, уақытын тапшылығына байланысты міне жазғы демалысты құр өткізбей, Анель керемет нәрсе ойлап тауып отыр. Расымен болашақта біздің экспода үлкен сұранысқа ие болатынына біз сенімдіміз. Енді бүгін жексенбі. Әдетте Анель демалыс қалай өтеді? Демалыс деп айтып отырмыз. Жазғы демалыс қазір мысалға. Мен де демалысқа кеткім келіп жүр деген сияқты. Сосын демалыс қалай өтіп жатыр? керемет. Мен қыдырам достарыммен, кітап оқимын. Жоспарымда курстарға барамын. Қандай курстарға? Мысалы, ағылшын тіліне. О, күшті. Содан кейін мүмкін ментальдік арифметикаға. Яғни тек қана жоспар көп дейміз. Иә, тек қана бір ғана нәрсемен шектелмей, жан-жақты болуға тырысады. Иә. Енді Анель бір сұрақ қояйыншы. Жалпы су үстіндегі осындай экологиялық үйлерде жасасақ, сіз ойлап тапсаңыз, кейін болашақта мен оған демеушілік танытсам, бірге жұмыс жасасақ қалай қарайсыз? Мен келісемін. Келісесің де сізге көрсетейін көрермендерге. Көрдіңіз бе, алғашқы қадамдар жасап? Міне, мынау үлкен теңіз болмаса көл, соның үстінде үлкен әдемі үй, міне аралдағы мекеме, үй соғылған. Жобасы бекітілген. Жобасы бекітілген енді керемет дүние да, мысалға мынау. Бірақ бұл жерге жету үшін бірінші жүзіп бару керек. Әрине міндетті түрде арнайы қайықтар, арнайы катамарандар беріледі. Барып, мысалға, елден шаршаған кезде тып-тыныш теңіздің үстінде өзіңізбен өзіңіз ішіне міне ас бөлмесі де, ұйықтайтын бөлмесі де, яғни бүкіл электрон барлығы кіргізілген, яғни тоқ жүйесі барлығы енгізілген. Ең басы су үстіндегі экология үйменіңше керемет сияқты. Шынымен де жақсы ой. Айтпақшы, теңіздің үстінде болмаса да, біздің Астанада кәдімгідей есілдің үстінде ашылған мейрамханалар да бар екен. Бұл да адамдарды табиғатқа, экологияға жақындастырады деген ойдамын. Және де экологиялық тұрғыдан таза өнімдерден жасалған мейрамханалар екен, демалыс орындары. Ендеше біз сол жайындағы бейне көрініске қазір назар саламыз. Ал сіздерге шын жүректен алғыс айтамыз. Және таңғы уақытты бөліп жексенбіні бізбен арнағандарыңызға керемет тың жоба болашақта үлкен қолдауға ие болатынына біз сендіміз. Сіздерге де көптен рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Келе жатқан міне журналистер күніне де, осы жастар күнімен де сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы кейіпкерлеріңіз көп болсын, жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Амин, айтқаныңыз келсін. Рахмет.